жалау желбіреп дүбірі дүниені өзіне қаратқан үлкен мереке өтіп жатыр. Соның міне мәжілісі басталып та кетті. Абай облысы әкімдігі атынан, Абай облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архивистік басқармасы атынан бір ауыз лебізімізді қабыл алыңыздар. Осы айтулы шара тас түскен жеріне ауыр дейді. Сондықтан мына жарма шар өңірінің азаматтары міне үлкен мерекені жалауын желбіреп жатсыздар. Сәттілік тілейміз. Енді осы бүгінгі шараға қатысты Абай есімін 2 рет қайталауға болады. Енді оның бірі Төлеу Көбдікұлы осы Абайдың шәкірттері ретінде есептелетіні, Абайдың дидарын көрген, соның бір шапағатына бөленген тұлға, тарихи тұлға екенін айтамыз. Сонымен бірге енді Абай есімі иеленгелі облыс болып иеленіп жатқаннан бері де осындай тарихи тұлғаларымыздың тұғырын биіктету, оның есіміне үлкен шаралар өткізу жыл сайын жаңғырып келе жатыр. Соның біріне бұл тарихи тұлғаларды ұлықтау не үшін керек? Бұл бірінші кезекте біз өзі ұлт ретінде, мемлекет, ел ретінде тарихымызды тану үшін керек. Осы тарихи тұлғалар арқылы кешегі заманның келбетін, олардың бастан кешкен ауыртпалықтарын, олардың ел үшін қалай күресті, ұрпақ үшін қалай жанталасты, осы өнерді қорғап қалу үшін, мәдениетті сақтап қалу үшін олар қандай қилы-қилы кезеңдерден өтті. Біздің негізгі мақсатымыз осы болу керек. Мына осындай үлкен шараларды әкімшілік тараптан қолдауғанда да осы мақсатқа маңыздылық беріледі. Сондықтан да бұл үлкен мәдени шара болғанмен, оның ар жағында осындай ұлттық таным, идеологиялық мәселелер жатыр. Сондықтан да ата-аналар, ұстаздар осы тарихи тұлғаларымыздың тек қана біз датасын ғана айтпай, неше жылға толған, немесе дүниеден өткеніне неше жыл болғанын айтпай, олардың өмір жолымен өткен кеткенді сабақтастырып, дастархан басында бала шағамызға айта берсек, аудиторияда жастардың құлағына сіңіре білсек, сонда ғана біздің танымымыз тереңдейді, тарихи санамыз нығаяды. Тарихи санамыз нығайған кезде ғана біздің ұлттық рухымыз биіктейді. Ұлттық рух биік жерде елдігіміздің ертеңі де еңселі болады. Бүгінгі алдыға қойып отырған мәдениет, экономикалық бағдарламалардың бәрі өз мерзімінде өтеліп, заманымыз жаңғырып, мынау жайнап, отанымыздың гүлденуі осындай бір көзге көрінбейтін құндылықтарға байланысты. Сондықтан құндылықтарымыздың тамыры тереңдей берсін, қанаты кеңінен жая берсін. Осы қолға алып жатқан шара игілікті іске жалғасын. Сәттілік, баршаңызға сәттілік тілеймін.